мен Жетісу облысы Панфилов ауданы бойынша мемлекеттік мекемесінің Кіші Хан орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Азимбаева Динара Ерсайыновна. Менің бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларына логикалық есептерді шығарудың тиімді жолдары. Бағдарламаның мақсаты математикалық логика 4-ші сынып бағдарламасын меңгеру позициясына оқушының логикалық мәдениеті қалыптасады. Сонымен қатар топтық, жұптық жұмыстар жасауға, сынып ішінде еркін жүруге, өз ойларын еркін айтуын дамыту. Кейбір математикалық ойындар, есептер, командалық жұмыстармен, сайыстармен өтіледі. Бағдарлама 4-ші сыныпқа арналған. Бағдарлама 1 жылға жасалған. 34 сағат, аптасына 1 рет, ұзақтығы 45 минут. Конструкторлық электронды математикалық ойындар, математикалық басқартқыштар, шығармашылық есеп, балалардың топтық, яғни командамен жұмыс жасауын дамытады. Бағдарламаның міндеті мемлекеттік білім стандарты деңгейде білім, білік және дағдыларын игеру, математикалық логика пәнінің мазмұны арқылы танымдық және коммуникативті іс-әрекеттер өздігінен білім алуға және еңбекке бейімдеу, сондай-ақ ата дәстүр, әдет-ғұрып, салт-сана, халықтық, ұлттық болмысты жалпы адамзаттың мәдени мұрамен үйлестіру, үндестіру арқылы баланы тұлға ретінде қалыптастыру. Оқушының ақыл ойының математикалық стилін интеллектуалдық және ерік пен сезімге қатысты сапаларын дамыту. Мектептің негізгі сатысында оқуға меңгерген математикалық білімін өмірде қолдануға жан-жақты дайындауды жүзеге асыру. Математиканың өмірде болып жатқан нақты құбылыстарға жалпылауға және қоршаған болмысты танып білуге көмектесетін ғылым болып табылатын туралы түсініктердің қалыптасуына ықпал ету. Оқушының өмір сүруіне және мектептің келесі деңгейде оқуын жалғастыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыру. Оқушының ойын дамыту, кеңес бере отырып бағыттап оқыту, ізденушілік, зерттеушілік жұмыстарын ұйымдастыру. Оқушылардың ғылыми техникалық, кәсіпшілік қызығушылықтарын қалыптастыруға жағдай жасау. Бейім таңдауда өз тағдырын өзі шешуге мүмкіндік беру. Оқушылардың стандартты логикалық операциялары жылдам және дұрыс орындау іскерлігін дамыту. Салмақты ойластырылған шешім қабылдауға, өзінің және өзгенің ойлау әрекеттері туралы дұрыс пікір білдіре білу, қарсы оппоненттердің ой жүгіртулеріндегі қателерді таба білу. Жұмыстың өзектілігі. Жалпы білім беретін мектепте бастауыш сынып оқушыларына логикалық есептерді шығарудың тиімді жолдары бағдарламасы математика саласы бойынша оқушы білімін тереңірек меңгеруге арналады. Математика бастауыш сыныптағы негізі де маңызды негіздердің бірі қарым-қатынас жасау мен дүниетанудың құралы. Баланың ақыл ойы мен шығармашылығын дамытудың басты арнасы. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі. Осы бағдарлама арқылы оқушы қоршаған ортаны таниды, ұлттық мәдениетті сезіне бастайды, санау машығында оқушының өзіндік ерекшелігі айқындала түседі. Сонымен бірге оқу бағдарламасында оқушылар алғашқы санау мағлұматтарды меңгереді, ақыл ойлары, сөйлеу дағдылары жетіледі. Сол себепті бағдарлама осы айтылғандарды іске асыруға мүмкіндік беретін сипатта құрылды. Жұмыстың жаңашыл деңгейі. Осы тұрғыда алынған бағдарлама оқушының талабын ұштап шығармашылық тұлғалық шарықтауына мүмкіндік береді, ой өрісі деңгейін биіктетеді. Математика мазмұнына сандар мен оларға қолданылатын амалдарды, шамаларды, есептерді, алгебра мен геометрия элементтерін біріктірген, олардың өзара байланысы мен өзара әсерлесуін жүзеге асыратын кіріктірілген оқу пәні. Жұмыстың ғылымилығы. Оқушының есепті шығару дағдыларын дамыту бойынша танымдық іс-әрекетін өздігінен ізденуге, бейімдеу, білуге деген қызығушылықтарын арттыру, қисынды ойлау жүйесін дамыту, игерілген білімдерін өмір жағдайында қолдана білуге арналған. Бағдарлама тақырыптары ғылыми негізге алынып, әдістемелік жағынан түрлі инновациялық интербелсенді технологияларды қолдана отырып,
экономикалық, экологиялық, этнопедагогикалық және психологияны қамти алған. Келесі жұмыстың аралық және қорытынды нәтижелерін ұсыну, формалар мен тәсілдері, сандарды өсу, кему ретін білу, көбейту кестесін білу, бөлу кестесін білу, ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерді білу, теңдеу, теңсіздіктерді, өлшем бірліктерін білу, сандарды көркем етіп нормаға сай жаза білу. Жұмысты пайдалану бойынша қорытындылар мен ұсыныстар. Курсқа қатысқан оқушылардың жұмыс түрі күнделікті сабақтағы жұмысты ұйымдастырудан өзгеше болу керек. Оқушыға ойлануға қажетті уақыт бере отырып болжамдар жасауға үйрету. Курсты оқу барысында оқушыларды әртүрлі қызмет түрлеріне белсенді қатыстыруы арқылы жүзеге асады. Көмекші құрал бастауыш сыныпта сабақ беретін мұғалімдер қауымына арналған бағдарлама ретінде танылып, тәжірибесі таратылуға ұсынылған. Менің бүгінгі авторлық бағдарламам бойынша жасаған таныстырылым осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Енді осы зумда отырып өз ойларыңызды жазбаша түрде қалдырсаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, ауызша сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мен жаңа сіздің Динара Ерсайынқызы, сіздің жаңа басындашы неңізді ести алмағам, негізгі тақырыбыңызды айтып жіберіңізші. Көрініп тұр ма сіздерге? Бастауыш сынып оқушыларына логикалық есептерді шығарудың тиімді жолдары. Логикалық есептердің шығарылу жолдары ғой, тиімді шығарылу жолдары. Иә, жаңағы сіздің оқыған неңізде баяндамаңызда сол логикалық есептерді қалай шешу жолдары меніңше, иә? Қалай шешу, сол тиімді қалай пайдалану керек деген. Меніңше жақсы түсіндірілген сияқты. Маған ұнады сіздің неңіз. Осы пікірлеріңізді чат деген жерде жазуға болады. Соны жазып өтсеңіздер. Екінші жұмыста бізге Бимұхаметова Айгүл өзі оқып берсін. Соны тыңдап, содан кейін барып ой пікірлеріңіз тағы да айта жатарсыздар, е? Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің авторлық бағдарламамның тақырыбы екінші сынып оқушыларына арналған жылдам оқу. Жалпы бағдарламаның мақсаты жаңартылған білім мазмұны негізінде түрлі әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың зейіндік ойлау қабілеті мен жылдам оқу қабілетін арттыру. Бағдарламаның міндеттері: бірінші, бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын қалыптастыру және олардың оқырман қызығушылығын арттыру үшін оқыту тәсілінің тиімді әдістерін таңдап алу. Екінші, бастауыш сынып оқушыларының түйінді құзыреттіліктерін дамыту, оқырмандық қызығушылығын ояту. Үшінші, ауызша және жазбаша байланыстырып сөйлеу тілін дамыту, шығармашылық қабілетін дамыту, көркем шығармаларды оқуға сүйіспеншілігін арттыру. Оқырмандық және функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тиімді механизмдерін таңдау арқылы
Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын жетілдіру. Балалар әдебиетінің озық үлгідегі шығармаларын жүйелі оқыту, оқушының әдеби сауатын ашу, рухани дүниесін байыту, көркемдік эстетикалық талғамын арттыру, ізгілік ел жанды дара тұлға тәрбиелеу, оқушылардың оқу дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі кезде мектеп оқушыларының оқу қызығушылығының төмендеп кету себептері, оқу дағдысының қалыптаспауы, жылдам білім беру жетістіктеріне әсер етуі, бірінші бұқаралық ақпарат құралдары ықпалының артуы, бұнда тағы да екінші қоғамдық өмірдің күрт өзгеруі, үшінші ересектердің балалармен бірге оқу әрекет ұстанымының өзгеруі. Бағдарламаның проблемалары: оқу шапшаңдығын тежейтін қиындықтар мен кедергілер. Оқу шапшаңдығын тежейтін себептер өте көп. Олардың ішінен негізгі 7 кедергіні атап өту орынды. Бірінші, іс-әрекеттің табиғи қарқыны. Екінші, регресс. Үшінші, антиципация. Төртінші, артикуляция. Бесінші, көрудің аз кеңістігі. Алтыншы, зейіннің деңгейі. Жетінші, жады. Яғни аталған себептердің әрқайсысы оқу қарқынына әсер етеді. Осы бағдарламада күтілетін нәтиже бастауыш буын оқушыларының оқырман сауаттылығын және кітап оқу қызығушылықтарын және оның деңгейін көтеру, оқырман белсенділігін арттыру. Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығы дағдысы қалыптасады. Оқушының өз бетінше оқу ынтасын дамыту. Оқушылардың оқу мәдени деңгейі мен дүниетанымы қалыптасады. Оқу шапшаңдығы жақсы көрсеткіштерге ие болады. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі жаңашылдық немесе қолданыстағы бағдарламалармен салыстырғанда осы бағдарламаға енгізілген жаңа түсініктемені қалпына келтіру мақсатында ұсынылған авторлық бағдарлама жаңартылған білім мазмұнына негізделіп типтік үлгілі бағдарлама мақсаттарына сүйене отырып құрастырылған. Ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса айтсаңыздар болады. Ұсыныстарыңыз бар ма?